Бәріңізге сәлем, сіздермен халық емі арнасы. Бүгін сіздерге бүйректі емдеудің халықтық медицинадағы шөппен емдеу тәсілін айтамын. Алдыңғы видеода бүйрек ауруының 10 түрлі белгілерін айтқан болатынмын. Ал бүгінгі видеода сол бүйрек ауруларын емдеудің жолын айтатын боламын. Негізі дәстүрлі медицинада бүйрек пен қуықтағы тасты ота арқылы алып тастау керек деп жатады. Ал кейде сирек болса да оны отасыз түсірген адамдар жайлы естіп қалып жатамыз. Халықтық медицинада бүйректі емдік шөптермен емдеуге болады. Солардың бірі жантақ. Жантақтың құрамында С витамині, эфир майлары, гликозид бар. Оның іш жүргізетін, несе байлайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеті бар. Дәрілік тұнба жасау үшін жантақ шөбін жаз айларында, тамырын күзде жинайды. Өсімдіктің жапырақтары мен бұтақтарынан жасаған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда пайдаланса, жақсы нәтиже береді. Оны мынадай тәсіл арқылы дайындай аламыз. 20 грамм тамырды 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырып қоямыз. Содан соң сүзіп алып, 4-5 қасықтан күніне 3 рет ішеміз. Екінші, итмұрын. Итмұрын ағзаның қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті дәрумендерге, макро және микроэлементтерге өте бай. Итмұрынның бүйрекке пайдасы бүйрекке жиналған құмды, қатты ауырсынуды тудыратын үлкен тастарды жояды. Итмұрын қайнатпасын дайындау үшін 1 келі кептірілген жемісін 1 литр суға қоюланғанша қайнатып, артынша сүзгіден өткіземіз. Дәміне қарай қант пен лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған тәтті қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы біраз қайнатамыз. Үшінші, түйе жапырақ, яғни лапух. Бүйрек аурулары, созылмалы іш қату, сондай-ақ гастрит және ойық жара ауруларына пайдалы. Бүйрек ауруын емдеуге лапух тұнбасы пайдаланылады. Тұнбаны дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған түйе жапыраққа 1 стакан қайнаған су құйып, түнімен тұндырады. Таңертең сүзіп, күні бойы аз-аздан ішеді. Бұл тұнбаны 1 ай қабылдайды. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.